жаңағы кешкі кептелістердің алдын алып отырған осы полиция қызметкерлері қалай жүрсек те осы кісілер жолдың кептелісінің алдын алып, неғылып жұмысқа бара жатса да, келе жатса да Шымкент қаласы көркеюіне өте үлкен үлес қосып жатыр. Алғысым шексіз осы полиция қызметкерлеріне. Қала бойынша жел тұрып, свет өшіп қалып, светофорларымыз өшіп қалып, полиция қызметкерлері осы 2 күн болды, күшейтіп түрде қызмет жасап жатыр. Перекресткаларда өздері регулировка жасап, бекеттердің бәрі өткізіп жатыр. Қызметкерлерге рахмет айтамыз. Алға баса берсін, жарық болсын. Көшемізде жол оқиғалар кемірек болсын. Всем сотрудникам полиции, что они делают работу качественно, особенно когда светофоры не работают или когда выключают светофоры, когда создаются пробки, они приезжают, помогают, регулируют движение транспортного средства. Особенно они помогают тем, у кого машина сломалась по дороге или на перекрестке, помогают, вывозят, пытаются помочь людям при любой возможности. В общем, спасибо всем сотрудникам полиции за то, что они выручают, помогают. Бағдаршамның өшуіне байланысты полиция қызметкерлері жұмыс атқарып отыр. Бұл полиция қызметкерлеріне алғысымыз шексіз.